Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім. Мен сізге қазір бірдеме көрсетіп жіберейін. Мынау екі баклажканың несі ғой, қақпағы ғой. Екі баклажканың қақпағынан анда-санда бірдеме істеуге болады. Не? Андай пенал дейді ғой, орысша, қазақша, білмеймін қалай айтатын. Мынандай қылып екі жағын жабыстырып жіберу керек та, мынаның екі жағын. Қыздырып алып, екі жағын қыздырып аласыңыз ба? Болды, бір-біріне былай жабыстырып тастайын. Көрдіңіз бе? Мынандай болып шығады. Кішкене кепсін. Бірдеме су өтпейтін бірдемеге салып қоюға, ішіне бірдеме салып қоюға. Қараңыз, мынандай пенал болып шығады. Көрдіңіз бе? Мынандай болып шығады. Қолданыңыз, құрметті қазақ елім. Мынау деген біздер постоянно баклажкаларды лақтырып тастаймыз далаға. Мынандай бірдемелерді істеуге болады жалпы үйде. Аман болыңыз, қайда жүрсеңіз аман.